Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте ерекше, аз ғана заттан тұратын тойымды салаттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін алдымен біз краб таяқшаларын осылай сыртын ашып аламыз. Сосын қиғаштап тураймыз. Қалыңдығын орташа қалыңдықта турасаңыздар болады. Қатты жұқа болмауы керек. Және қатты қалың болмауына назар аударыңыздар. Турап болдық, енді ыдысымызға саламыз. Қиярымызды алып, ортасынан бөлеміз. Және қиярларымызды қиғашынан тураймыз. Менің каналымда оңай басқа да салаттардың рецептісі бар. Сол үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. 2 жұмыртқаны алып, ортасынан бөлеміз, және оларды да осылай қалыңдықта тураймыз. Бұл рецептпен менде 1 тарелка шықты. Егер сіздерге көп қажет болса, мөлшерін көбейтіп жасасаңыздар болады. Және аскөгімізді тураймыз. Майонез саламыз. Шымшым тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Әдемі тарелкаға салып, салатымызды дастарханға қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын.